Кәдімгі күндердің бірінде ескі кір жуғыш машинамның мазасы қашып, әбігерге саларын білметтін. Көршінің ұлы есік қажағып сәлем бергенде ғана, ең тыныш күндердің өзі адам өмірін күтпеген арнаға бұралатынын түсіндім. Құрметті оқырман, арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздердің қай өңірден, қай қаладан оқып отырғандарыңыз мен үшін өте маңызды. Ал қазір хикаяға назар аударыңыз. 89 жасқа келгенде тағдырдың сыйы таусылды деп ойлайсың. Оянасын, шайыңды қоясын. Радионың өз-өзімен сөйлескенін тыңдайсың. Және терезеден түскен күн сәулесінің үй қабырғасымен қалай сырғып бара жатқанын бақылайсың. Менің есімім Рахила. Осы Аққайын ауылының шетіндегі шағын үйде тұрғаныма 42 жыл болыпты. Ауланың алдындағы кәрі қайын 3 рет жаңарған қоршаумен көршілердің 2 буынын шығарып салды. Үйдің ескі едені менің аяқ басқанымды сондай жақсы таниды. Кейде өзіммен бұрын сықырлап амандасады. Сол күні түстен кейін кір жуғыш машинам шаршадым дегендей тоқтап қалды. Алдымен қарлыққан дауыс шығарды. Сосын бір сілкінді де мәңгілікке тынышталды. Қолында жартылай жуылған кір толы себет керең күрсіндім. Техникада адам сияқты. Бір күні шаршайды, жалғыз қалғысы келеді. Бірақ адамнан айырмашылығы, егер оған мән бермесең, үйіңді суға толтырып жібереді. Тоқтан суырдым, қайта қостым, жалынып көрдім. Ештеңе өзгермеді. Сол сәтте көршінің ұлы Азамат есіме түсті. Ол осыдан бірнеше ай бұрын қаладан анасының қасына көшіп келген. Жұмыс ауысты ма, әлде өмірінде бір өзгеріс болды ма, онысын сұрамадым. Азамат 40-тардан асқан, парасатты, көргенді азамат. Кездесе қалсақ, қапшықтарымды көтерісіп жіберетін, анасының шарбағын жөндеп жүретін. Жылы кофтанды киіп, көрші үйге бардым. Есікті Азамат ашты. Рахила апа, амансыз ба? Бірдеңе болды ма? Деді ол бәйек болып. Амандық балам, кек менің көмекшім зейнетке шығып кеткен сияқты. Уақытым болса, бір қарап берсең деп едім. Ол бірден аспаптарын алып шықты. Біз үйге қарай үнсіз жүрдік. Сол күнгі тыныштық ерекше еді. Тіпті өз ойларының аяқ дыбысы естілетіндей. Азамат машинаның алдына дәрігердей тізерлеп отырды. Мен болған жағдайды бір драмалық хикаядай баяндап бердім. Ол мұқият тыңдады. Жөндеп жатып, маған не істеп жатқанын түсіндіріп отырды. Мен өзімді керексіз сезінбей, осы құтқару операциясына қатысып жатқандай сезіндім. Біз ауа райы, кәрі қайын және ол кішкентай кезінде анасының менен қалай қан сұрақ келетіні туралы сөйлестік. Уақыт деген шебер редактор сезімді қалдырып, бейнені өзгертеді. Мінекей, болды, деді ол маңдай терін сүртіп. Кек белдігі босақ кетіпті. Мен түймені бастым. Машина қуана гүлдеп, өз жұмысына кірісті. Балаша қуандым. Рахмет Азамат, қолым дерт көрмесін. Ол жымиды. Сол сәтте ол жай ғана көрші емес, мені түсінетін жақын адамдай көрінді. Мен оны шайға шақырдым. Бұл жай ғана әдептілік емес еді. Сол күні түнде күнделігіме. Бүгін бір кішкентай дүние жөнделді, бірақ меніңше үлкен бір нәрсе басталған сияқты, деп жаздым. Келесі күндері Азамат жиі келетін болды. Бірде ас үйдегі есіктің сықырын жөндеді, бірде бақтағы раушан гүлдерін қиюға көмектесті. Біз ұзақ сөйлесетінбіз. Мен оған ешкімге айтпаған сырларымды, жастық шағымды, мен кішігірім жеңістерімді айтып бердім. Ол сөзімді бөлмей тыңдайтын. Бірде бақта жүргенде менің кепетеңдігім бұзылып, шалынып кеттім. Ол дереу қолымнан ұстай алды. Оның алақаны жылы әрі сенімдеді. Рахила, деді ол маған апа демей. Мен осы күндерді асыға күтемін. Маған сізбен сөйлескен ұнайды. Маған да балам. Мен 89 жасында өзімді біреуге керек сезінем деп ойламаппын. Кәрілік келгенде бәрі бітті деп ойлайсың. Бірақ өмір әлде сый жасаудан шаршамайды екен. Біз террасада шай ішіп отырып, күннің қалай батқанын бақыладық. Көшедегі шамдар жайлап жана бастады. Азамат менің қолымды қысып, ертең тағы келем деді. Ол кеткеннен кейін үйдің іші тып-тыныш болып қалды. Бірақ бұл бұрынғыдай жалғыздықтың тыныштығы емес еді. Бұл үміттің, жылулықтың тыныштығы. Мен терезенің алдында отырып, кір жуғыш машинаның бір қалыпты гүйлін тыңдап отырып, мынаны түсіндім. Өмірдің ең маңызды сәттері үлкен оқиғалар емес, біреудің саған шын ниетпен бөлген уақыты мен көңіл екен. 89 жасында жүректің қартаймайтынын, жылулық пен түсіністік кез келген жаста мүмкін екенін білдім. Менің хикаям әлі біткен жоқ. Мен тыңдауға, сезінуге және
өмір сүруге дайынмын. Бұл туынды сізге ұнады ма? Егер сіздің де өміріңізде осындай күтпеген жылулық сыйлаған сәттер болса, пікірде бөлісе кетіңіз. Келесі кездескенше.